Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Педагогика, яғни оқыту әдістемесі бойынша тестте кездесіп жатқан сұрақтар екінші нұсқа. Сонымен екінші нұсқаны бастаймыз. Бірінші сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторларының бірі. Дұрыс жауабы оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу. Екінші сұрақ. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау, сұрақ қою мысалы. Дұрыс жауабы көмектесе алатындар бар ма? Үшінші. Бәсекелестікке құрылғандықтан топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі. Дұрыс жауабы әңгіме дебат. Төртінші. Оқушылардың алғашқы жауабын алу үшін және олардың жауабын түзетуге сұрақ түрі. Дұрыс жауабы түрткі болу. 5. Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі. Дұрыс жауабы танымдық. 6. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Дұрыс жауабы жоғары дәрежелі. 7. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу, сұрақ қою мысалы. Дұрыс жауабы оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады? 8. Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ түрі. Дұрыс жауабы түрткі болу. 9. Сапалы оқыту жайлы қорытынды қалыптастыруда екі тәсіл қолданылады. Оқыту сапасын анықтау тәсілі. Дұрыс жауабы мұғалім іс-әрекетінің тәжірибе талаптарына сәйкестігін анықтау. 10. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі. Дұрыс жауабы айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба? 11. Адамгершілік, ақыл-ой, дене тәрбиесі және еңбекке баулу. Дұрыс жауабы тәрбие бағыттары. 12. Педагогиканы оқыту үдерісінің мәні. Дұрыс жауабы мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты іс-әрекет үдерісі. 13. Блум таксономиясы бойынша оқушыны сыни ойлауға жетелейтін сұрақ саны. Дұрыс жауабы 6. 14. Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі. Дұрыс жауабы авторитарлы. 15. Ғылыми танымдық іс-әрекет амалдары, формалары, тәсілдері. Дұрыс жауабы әдіснама. 16. Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне әсер ететін. Дұрыс жауабы жүйелік пен бірізділік принципі. 17. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті. Дұрыс жауабы материалды құндылықтарға қарағанда рухани құндылықты бағалай білу. 18. Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу. Дұрыс жауабы экологиялық тәрбие. 19. Тақырыпты оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат. Дұрыс жауабы оқу бағдарламасы. 20. Оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысы. Дұрыс жауабы заңдылық. Осымен екінші нұсқа аяқталды. Егер де видео сабақ сізге пайдалы болатын болса, арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз және колокольчик батырмасын басып, келесі видео сабақты бірінші болып көріңіз.